Сәлем достар, жеңілдетілген автонесиені кімдер ала алады және қандай автокөлік маркасын алуға болады, қалай алуға болады, қанша жылдан қанша миллионға алуға болады деген сұрақтар мазаласа, видеоның соңына дейін көріңіз. Маған тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар, алдағы қызықты видеолар көп болады. Ал кеттік. Несие 4%-бен 7 жылдан 10 миллион теңгеге дейін алуға болады. Бастапқы жарнамен және бастапқы жарнасыз алуға болады. Оған көп балалы отбасылар, әскерилер, мұғалімдер, дәрігерлер және алғашқы отбасылық машина алушылар қатыса алады бұл бағдарламаға. Ал тек елімізде құрастырылған автокөліктерді ала аласыз. Оған 24 автокөлік түрі бар. Олардың ішінде Kia, Hyundai, Lada, Accent, Niva, Largus, Chevrolet'тің бірнеше түрлері, Jack, сол секілді бірнеше нелер бар. Машиналар, міне осыларды скрин жасап алсаңыз болады. Қандай маркалы машиналар екені, қандай класс, солы жазылған. Ал қалай аламыз? Екінші деңгейлі банктерден аламыз. Оларға Халықбанк, Евразия, Сбербанк, БТБ және Центр кредит банктерінен ала аласыз. Мысал келтірсек, 7,5 миллион машинасын алсаңыз, 7 жылға бөлсеңіз, оны бастапқы жарна 10% құйып, яғни 750 мың теңге құйсаңыз, сіз айына примерно 92 мың бірдеңе теңге шамасында төлейсіз 7 жыл бойы. Өзіңіз есептеп қараңыз. Сізге тиімді бағдарлама ма, бұл тиімсіз ба? Негізінде 4% деген өте керемет. Бастапқы жарнаны салмау ол машинаның құнына байланысты. Ал әр қазағымыз бай болсын, жаңа көлікті болсын. Каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сау саламатта болыңыздар.